Үйдің жанында Магнумның бар болғаны күйеуіме жақсы болды. Бұрынғыдай базар аралап, аяғымды шаршатып, салпақтап жүрмеймін. Негізінде барлық еркектер солай сияқты. Бағасына қарамайды, барма ала салады. Ал біз әйелдер арзан жерді іздейміз ғой. Ана жерде күріш 250 теңге, мына жерде 200 теңге деп ше. Алған заттарға распаковка жасайын, балдарға және қыздарға деп осындай хлопья алдым. Таңғасқа белизна гель және тақырбас ағамызды алдым. Пол жуғанға әдемі иіс шығып тұрсын деп колбаса мен сосиска, майонез, кетчуп, сыр, қаймақ және сүт. Сосын картошка мен сәбіз де бітіп қалған, оларды алып алдым. Одан кейін банан және тәтті бұрыш. Осының барлығы 14.700 теңге болды. Қымбат па, арзан ба білмеймін. Бұрын айына бір рет толтырып азық-түлікті алып алатынбыз. Сол алған заттарым бір айға жетеді. Ал қазір апта сайын дүкенге барамыз. Сүт, қаймақ, жұмыртқа, одан бөлек картошка, жуамыз да бітіп қала беретін болған ғой. Бұрын апта сайын продукты жасаймыз, 100-150 мыңнан құртамыз деген кісілерге таң қалатынмын. Немене тамақтан басқа ештемені ойламай ма деп. Қазір өзіміз сондай болдық қой. Әлде үлкен қала болғасы ма, балалар өскесін ба білмеймін.